Бүгінгі бағдарламада омикрон осал емес, коронавирустың жаңа штамы бұрынғы түрлерінен әлдеқайда қауіпті. Қазақстан қандай шара қабылдамақ? Еліміз 2025 жылға қарай шикізаттық емес экспорт көлемін 1,5 есеге арттырады. Өңдеу өнеркәсібінен осындай нәтиже күтіліп отыр. Ұлы даланың жазба мұралары Елордада, ұлттық қолжазбалар және сирек кітаптар орталығында киелі Түркістаннан жеткен бірегей экспонаттар көрмесі ашылды. 3 желтоқсаннан бастап Қазақстанда омикрон штамына байланысты жаңа шектеулер күшіне енеді. Аталған вирус түрін жұқтыру жағдайлары тіркелген елдерден келген жолаушылар вакциналанғанына қарамастан ПЦР-тест тапсыруға және 1 апта оқшаулануға міндеттеледі. Коронавирустың жаңа штамының таралуы жағдайында пандемияға қарсы тұру шараларын Қасым-Жомарт Тоқаев Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Адханом Гебрейесуспен талқылады. Отандық мамандар омикрон штамының Қазақстан аумағында пайда болу қаупі айтарлықтай жоғары деп бағалап отыр. Алматы қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Садуақас Байғабылов оның дельта штамына қарағанда қауіптірек болуы мүмкін деп санайды. Жаңа штамның құрамында 32 мутация бар. Оның кейбіреуі вакцинаға жоғары төзімділігін көрсеткен. Как показывает предыдущая практика, алдыңғы тәжірибе көрсеткендей, жаңадан анықталған COVID-19 штамдары негізінен ауа тамшылары арқылы таралуын ескере отырып, өзге елдерге тез таралатынын айта кеткен жөн. Әрине, тәуекелдер бар. Сонымен бірге жаңа штамды әсіресе вакцина қабылдамаған топ белсенді түрде жұқтыруда. Сондықтан штамды одан әрі таратпауда коронавирусқа қарсы вакцина қабылдау маңызды болып отыр. Қазіргі уақытта Алматы қаласында омикрон штамының белгілері байқалмайды. Штамм омикрон в городе Алматы. Қазақстан Мысырмен әуе қатынасын уақытша тоқтатып, оған қоса Оңтүстік Африка Республикасы, Боствана, Лесото, Зимбабве, Намибия, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Малави, Танзания елдерінен және Гонконгтан барлығы 11 елден кіру шараларын шектейді. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында мәлім болды. Биліктің осы шешімі әлемде коронавирустың жаңа штаммы омикронның таралуына байланысты болып отыр. Вирустың жаңа түрі бүгінде Израиль, Чехия, Нидерланд, Бельгия, Ұлыбритания, Италия, Германия, Австралия, Канада және Египетте анықталды. Сондықтан енді аталған елдерден келген жолаушылар вакцина алғанына қарамастан ПЦР тестін міндетті түрде тапсыру керек. Сондай-ақ олар 7 күн бойы үй карантиніне жіберіледі. Десе де үкімет басшысы жалпы елдегі эпидемиологиялық ахуал тұрақты екенін атап өтті. Бүгінде қызыл аймақта тек солтүстік Қазақстан облысы қалып отыр. Стационарлық және амбулаторлық емдеудегі науқастар саны айтарлықтай азайды. Инфекциялық ауруханалардағы орындар 29%-ға, ал реанимациялық орындар 23%-ға толық. Басқа елдерде коронавирустың омикрон деген жаңа штамын пайда болғаны ескере отырып, мемлекет шекарада бақылауды күшейту туралы денсаулық сақтау министрлігінің ұсынысын қолдаймын. Ел ішінде де эпидемиологиялық жағдай үнемі бақылауды болу қажет. Ғимараттар мен көлікте маска кию, әлеуметтік арақашықты сақтау жалғассын. Халықты вакциналаумен және ревакциналаумен тиісінше қамтамасыз ету қажет. Коронавирустың омикрон атты жаңа нұсқасы бүгінде жаһандық таралу қаупін тудырып тұр. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дабыл қағып ескерту жасады. Омикрон штамының мутацияларына екпе қабылдаған немесе вируспен ауырған адамдардың иммундық жүйесі қарсы тұра алмайды дейді мамандар. Осыған байланысты Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары мемлекеттерді иммундау қарқынын жеделдетіп, ауруханаға жатқызылатын адамдар санының артуына дайын болуға шақырады. Айта кетейік, омикронды жұқтыру жағдайлары Ұлыбританияда, Данияда, Австралияда, Германия мен Израильде анықталған. Бельгияда ревакцинациялау тәсілі өзгертілді. Бұған COVID-19-ның жаңа штамы мен өзге де мутацияға ұшыраған түрлерінің таралуы себеп. Алдағы 2 аптада басым топтар мен қарттар ғана емес, 18 жастан асқан азаматтар да препараттың 3-ші дозасын алуға шақырылады. Билік қоймаларда жеткілікті мөлшерде вакцина қоры жасақталғанын хабарлап отыр. Соның нәтижесінде 2022 жылдың наурыз айының басына дейін тұрғындардың негізгі бөлігі қайта иммундалуы мүмкін.
Қазақстанда өткен тәулікте 654 адамнан коронавирус анықталды. Науқастардың басым бөлігі елордада тіркелді. Бас шаһардың 108 тұрғынынан COVID-19 анықталған. Қарағанды облысында 103 науқас тіркелген. Павлодар өңірінде 90 науқастың диагнозы ПТР зерттеудің нәтижесінде қуатталды. Осылайша пандемия басталғалы елімізде коронавируспен ауырғандардың жалпы саны 971 мыңнан асты. Денсаулық сақтау министрлігінің соңғы мәліметтеріне сәйкес, қазір 26 мыңнан астам қазақстандық коронавирус инфекциясынан емделуде. Оның ішінде 5,5 мыңнан аса пациент стационарда ем қабылдауда. 8 миллион 66 мың 53 қазақстандық инфекцияға қарсы вакцинаның қос компонентімен иммундалған. Қазақстан мен Швейцария сервистік орталықтар қайта өңделген термопластик шығаратын зауыт салып, бірлескен ауыл шаруашылық қоры мал шаруашылығы кешенін құрады. Тараптар жалпы құны $300 миллион болатын 6 келісімге қол қойды. Женевадағы инвестициялық дөңгелек үстел отырысының нәтижесі осындай болды. Сонымен қатар Нұр-Сұлтаннан Базелге тікелей рейс ашу туралы уағдаласты. Швейцариядағы 3 ірі әуежайдың бірі Базелде орналасқан. Халықаралық әуе айлығы мәртебесіне ие. Енді осы шаһар мен Нұр-Сұлтан қаласы арасында тікелей әуе рейсін ашқымыз келеді. Сол арқылы туризм, сауда-саттық, тасымал саласындағы екі ел байланысын нығайта түсу жоспарымызда бар. Әзірге бұл тек өзара түсіністік туралы меморандум ғана. Бірақ әрине бұл болашаққа жасалған елеулі қадам. Қазақстан біз үшін Азиядағы ең тартымды нарықтардың бірі. Айта кетейік, Қазақстан мен Швейцарияны ұзақ жылдар бойғы стратегиялық және инвестициялық серіктестік байланыстырады. Соңғы 15 жылда бұл мемлекет еліміздің экономикасына $28 миллиард қаржы құйған. Өз кезегінде Қазақстан Швейцарияға $840 миллион астам инвестиция бағыттаған. Бүгінде бізде 200-ден астам швейцариялық компания табысты жұмыс істеп келеді. Швейцария, жалпы Европа нарығы Қазақстанның сапалы өніміне қызығушылық танытып отыр. Біздің өнімді жоғары экологиялық стандарттар үшін бағаланады. Швейцария тарапынан ықтимал қаржыландыру туралы меморандумға қол қойдық. Олар өз тәжірибесімен бөлісуге дайын. Бұл жай ғана сауда компаниясы емес. Олар 40 жылдан астам уақыттан бері бекіре уылдырығын өндірумен айналысып келе жатыр. Сонымен қатар швейцариялық тараппен қазақстандық вакцинасын тіркеу, өндіру және Оңтүстік Америка, Африка, Еуропа елдеріне тасымалдау бойынша бірлескен іс-шаралар туралы меморандумға қол қойылды. Қазақстан 2025 жылға қарай шикізаттық емес экспорт көлемін 1,5 есеге арттыруды жоспарлауда. Бұл орайда өңдеу өнеркәсібіне басымдық беріліп отыр. Қазірдің өзінде бұл саланың барлық дерлік бағыттарында даму көрсеткіші қарқын ала түскені байқалады. Мәселен, салада тек өткен 10 айдың ішінде былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,3% өсім тіркелген. Бұл туралы Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов мәлім етті. Оның дерегінше биыл индустрияландыру картасы аясында өңірлерде жалпы құны 1,3 триллион теңге болатын 139 жобаны іске қосу межеленген. Бүгінде 1 триллион теңге жұмсалған, 83 бастама қолданысқа берілген. Ал 2025 жылға дейін тағы 500 жаңа жобаны жүзеге асыру көзделген. Олардың жалпы сомасы 13 триллион теңгеден асып жығылады. Бұл елдегі құрылыс, тау-кен, металлургия кешені, машина жасау, химия, жеңіл өнеркәсіп және фармацевтика салаларындағы кәсіпорындар. Жалпы алғанда 2025 жылы жаңа жобаларды іске асыру және жаңадан шаралар қабылдау арқылы өңдеу өнеркәсібінің жылдық көлемі 19 триллион 700 миллиард теңгеге, өңдеу өнеркәсібінде негізгі капиталға салынатын инвестиция 3,5 триллион теңгеге, шикізат емес тауарлар экспорты 21 миллиард 800 миллион ақш долларына жеткізіледі. Технологиялық жағынан күрделі тауарлар өндірісін және экспортты арттыру есебінен Қазақстанның экономикалық күрделіліктің әлемдік индексіне 69-шы орынға көтеріледі. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы Ұлыбритания парламентінің қауымдар палатасында атап өтілді. Лордтар мен депутаттар іргесі бекіп, нығайған экономикалық әлеуеті арта түскен қазақ елінің жетістіктеріне тілеулестік білдірді. Біріккен Корольдік Қазақстанның стратегиялық серіктесі, ірі инвесторларының бірі. Ондаған жыл ішінде қос арада көптеген сала бойынша екі жақты қарым-қатынас орнатылып, өзара ынтымақтастық жаңа деңгейге көтерілді. What progress in 30 years
Қазақстанның 30 жыл ішінде жеткен жетістіктері таңғалдырады. Аяғына енді тұра бастаған жылдары Ұлыбританияның өзінде мұндай ілгерілеушіліктер болды деп ойламаймын. Демократиясы мінсіз мемлекетке айналуымыз үшін 800 жыл қажет болды. 1991 жылы кеңес үкіметі ыдырап, Қазақстан егемендігін алғаннан бері күрмеуі қиын мәселелерді шешіп келеді. When the Soviet Union was dissolving and Kazakhstan gained its independence. Іс-шара барысында Қазақстанның 30 жылы оянған Ұлы дала атты кітап көпшілік назарына ұсынылды. Ол тәуелсіз Қазақстанның түрлі кезеңдеріне арналған эсселер жиынтығынан тұрады. Елдің тарихы, саяси, экономикалық және білім саласындағы реформалары, инвестиция, сыртқы саясаттағы жетістіктері, мәдениет, туризм бәрі қамтылған. Ұлы даланың жазба мұралары Елордада ұлттық қолжазбалар және сирек кітаптар орталығында киелі Түркістаннан жеткен 60-қа тарта бірегей жәдігер ұсынылған жылжымалы көрме ашылды. Онда Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейінің қорында ұзақ уақыт бойы жиналған көне жазбалар қойылған. Келушілер ежелден бері сақталып келетін Құран және 19 ғасырда қайта жазылған Қожа Ахмет Ясауи, Сүлеймен Бақырғани сынды танымал ғалымдардың еңбектерін тамашалай алады. Сонымен қатар мұнда 37 дана жазба ескерткішті қасиетті Құран аяттарының 15 картинасын, күрселер, таспихтар және шырағдандарды көруге болады. Танымдық көрме алдағы 2 мейрам, тұңғыш президент күніне және тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған. Экспозиция 30 желтоқсанға дейін тегін жұмыс істейді. Түркістан қаласынан келіп отырмыз Елордаға. Көрмеміздің аты Ұлы даланың жазба мұралары деп аталынады. Осындай тақырыпты көрмелер Қазақстанымызда көптеп жасау ойымызда бар. Осы алғашқы қадамды біз Елордадан бастап отырмыз. Жалпы қорында 25 мыңнан астам жәдігері бар. Үлкен еліміздегі іргелі Әзірет Сұлтан қорық музейі. Әзірет Сұлтан мұражайында көненің көздері, ежелгі кітаптар, тамыры терең тартқан құнды қолжазбалар сақтаулы. Көрмеде оның ішіндегі ең бағалы деген жәдігерлері қойылған. Бұл тек қордың аз ғана бөлігі, тек ескі қолжазбалардың 700-дей данасы бар. Осы шара елордалықтар мен қала қонақтарына мереке қарсаңында үлкен сый болады деп үміттенемін. Қазақстандық кино Франция, Бельгия және Люксембург тұрғындарына көрсетіледі. 3-ші рет өтіп жатқан бірегей кинофестиваль көрерменге қазақстандық кинематографтың ең қызық туындыларын ұсынады. Биыл бұл шара алғаш рет Париж мэриясының патронажымен ұйымдастырылып, оның ашылу салтанаты да осы тарихи ғимаратта өтпек. Фестиваль президенті Андре Ивановтың пікірінше, бұл жергілікті жұрттың қазақстандық киноға деген қызығушылығының өсуін айғақтайды. Фестиваль аясында Қазақстан және Франция кино өкілдері үшін бизнес-форум өтеді. Прежде всего, мы решили начать показ с долгожданной премьеры. Фестивальді Франция жұрты ұзақ күткен Томирис фильмнің француз тіліндегі тұсаукесерінен бастауды шештік. Бұл Қазақстан кинематографының ең қызық туындыларының бірі. Бұл фильмді Францияда бірнеше жыл күткен еді. Кинематографии Казахстана, и этот фильм ожидают уже несколько лет во Франции на большом экране. Жергілікті киносүйер қауымға Сары мысық фильмі де көрсетіледі. Бұл картина Қазақстан атынан Оскар сыйлығына ұсынылғанын атап өту керек. Сондай-ақ Барымташылар картинасы, Диордың шабыты болған Алла Ильчунның өмірі жайлы деректі фильм, Ермек Шынарбаевтың қазақ тілі сабақтары картинасы фестиваль бағдарламасына еніп отыр. Кино апталығының соңғы кеші Сатыбалды Нарымбетовке арналып, оның Аманат туындысы көрсетіледі.